Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен зеркальная глазурь рецептісімен бөлісемін. Зеркальная глазурь муссовый торттарға қолданылады. Муссовый тортты морозильниктен шығарған бойда бірден зеркальная глазурьді құю қажет. Себебі муссовый торт бөлме температурасында тұрып қалған жағдайда бетінде конденсат пайда болып, зеркальная глазурь торттың бетіне тұрмай қалады. Зеркальная глазурь даярлау үшін бізге 12 грамм желатин, оған 70 грамм су, 150 грамм қант, 75 грамм су, 150 грамм глюкозный сироп, 150 грамм ақ шоколад, 100 грамм сгущенка және диоксицетана, яғни ақ краситель қажет. Алдымен жарты шай қасық ақ красительді 70 грамм суға жақсылап араластырамыз. Осы суымызды желатинге құйып, оны араластырып, желатинді ісінгенге дейін қалдырамыз. Келесі кезекте қанттың барлығын бір ыдысқа саламыз. Оған 75 грамм суды қосып, және 150 грамм глюкозный сиропты қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң газға қойып, 105 градусқа дейін қайнатамыз. Осы кезде 150 грамм ақ шоколадқа 100 грамм сгущенканы қосамыз. Осы массамызға 105 градусқа дейін қайнатылған сиропты құйып араластырамыз. Келесі кезекте осы массамызға ісінген желатинді қосатын боламыз. Бірақ бұл массамыздың температурасы 60 градустан аспау қажет. Себебі желатин өте ыстықта өз құрамын жоғалтады. Осы массамыздың барлығын погружной блендермен араластырамыз. Яғни блендерді осы сұйықтығымыздың түбіне дейін жеткіземіз, оны көтермей араластырамыз. Себебі блендердің басын көтерген уақытта өте көп көпіршіктер пайда болады. Дайын болған глазурьдің бетін пищевая пленкамен жауып, оны бір түнге холодильникке салып қоямыз. Бір түннен соң зеркальная глазурьді холодильниктен шығарып, біз оны на водяной бане ерітеміз. Яғни бір ковшқа су құйып, оның үстіне ыдыс қойып, астындағы су үстіндегі ыдысқа тиіп тұрмау тиіс. Осы глазурьімізді соған саламыз. Глазурьдің температурасы өте ыстық болған жағдайда, немесе өте көп көпіршіктер пайда болған жағдайда, біз оны ситодан 1-2 рет өткізіп аламыз. Зеркальная глазурьді құятын орнымызды алдын ала даярлап аламыз. Яғни бір тарелканың үстіне ыдыс қойсаңыздар болады. Сол ыдыстың үстінде муссовый тортымызды морозильниктен шығарған бойда орналастырып, оның үстіне осы зеркальная глазурьімізді құйып шығамыз. Тағы да айтып кететін жайт, муссовый тортты морозильниктен шығарған бойда зеркальная глазурьді қолданамыз. Себебі ол бетінде конденсат пайда болған жағдайда осы зеркальная глазурь торттың бетіне тұрмай қалады. Глазурьдің аздаған бөлігін қызыл түске бояп алып, видеода көрсетілгендей етіп сәндеп шықтым. Бетіне сублимированный ягоды сеуіп шықтым. Глазурный декор әбден ақ біткеннен кейін біз оның астындағы ағындыларының барлығын шпательмен алып тастаймыз. Осымен біздің өте ерекше декорымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, торттарыңызға зеркальная глазурь декорын жасаңыздар. Назарларыңызға рахмет.